Қызым, бүгін шаңырақ күні. Ол мерекені білесің ба, біз не істейтінімізді? Ол мерекеде біз екеуміз наурыз көже жасаймыз, балам. Бізде қыстан соғымнан қалған сұр қазымыз бар. Сол наурыз көжеге қосамыз, оны асып қоямыз. Мына етімізді асамыз. Содан біз наурыз көжеге 7 түрлі асында дәм қосамыз, балам. Бидай қосамыз, жүгері қосамыз, күріш қосамыз. Соннан айран мен сүт қосамыз, әкең, ағаң, төртеуміз шаңырақтың астында осындай наурыз көже ішеміз, екеуміз дайындалайық наурыз көже жасауға, балам. Ақылдысың ғой сен, анашыма көмектесесің бе? Жарайды, балам. Кел, кірісейік наурыз көже жасауға. Қызым, әкең келді, ағаң келді. Міне, әке не берді, тамақтан бер ғой әкеге, балам. Ой, рахмет, қызым. Ұлым сен. Ой, рахмет, ата. Міне, әке не бер ғой, қызым. Ой, рахмет, қызым. Алдай қызым ғой. Енді қызға құямын, міне, наурыз көже 7 түрлі дәм қосылып, істелген наурыз көжеден алып. Әке, не істеп жатсыз? Балам бұл ер тоқымды әңгімелеп жатырмын. Бұл ер тоқым деген қазақтың сонау бұрынғы заманнан келе жатқан ат әбзелдерінің бірі. Бұл қазақ атамыз атты осы жер бетінде ең алғаш меңгерген қазақтар болған. Сондықтан сол заманнан атқа мінген ыңғайлы болсын деп осындай құрал ойлап тапқан. Міне бұл ер тоқым, мынау үзеңгісі, осыны кәдімгідей жақсылап бекітеміз. Аталарымыз жомарт болған, тек жатына, жолаушыға аттарын сыйлайтын болған. Бірақ ер тоқымын жүгенін ешқашан бермей алып қалатын болған. Сондықтан бұл ер азаматтың далаға қонса басына жасты, үстіне көрпе, жаңағы тоқымын барлығын басына жасап қазақ жата беретін болған. Міне бұл ер азаматтың керек құралы. Міне, үзеңгісін бәрі көп рахмет.